Саламатсыздар ма оқушылар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін математика пәнін жалғастырамыз. 104-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы разрядтан аттамай 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту. Бірінші тапсырмада оқушылар 19 ғасырдың екінші жартысында қазақ мәдениетінің көрнекті өкілдері Шоқан Уәлиханов пен Ыбырай Алтынсарин өмір сүріп, құнды еңбектер жазды. Енді бізге мында сызба берген. Сызбада есептеп шығарамыз. Егер біз өрнектің жұп мәндерін шығарсақ, біз Шоқан Уәлихановтың кім болғанын білеміз. Ал тақ мәндерін атасақ, Ыбырай Алтынсариннің кім болғанын білеміз. Олай болса кетті есептейік балалар. Бірінші жұп мәндер. 142 мен 2-нің көбейтіндісі 284. Шоқан Уәлиханов сонда балалар тарихшы болған. Келесі журналист есептейік. Қайсысы журналист болған? 21-ді 4-ке көбейтсек, яғни 21 мен 4-нің көбейтіндісі 84-ке тең. Демек Шоқан Уәлиханов журналист болған. Және 32 мен 3-нің көбейтіндісі 96-ға тең. Шоқан Уәлиханов саяхатшы болған балалар. Ал енді 31 мен 3-нің көбейтіндісі 93-ке тең. Ыбырай Алтынсарин. 231 мен 3-нің көбейтіндісі 693. Аудармашы, жазушы және педагог, ол Ыбырай Алтынсарин. Ары қарай жалғастырамыз. Оқулықтың 53-ші бетте балалар сіздерге есеп берген. 143 пен 2-нің көбейтіндісі деп жазып көрсеткен. Бірінші көбейткіш 143, екінші көбейткіш бұл жерде 2. 2 мында бірліктің астына жазылады. Демек 3-тің астына. Енді жеке-жеке көбейтеміз. Ол үшін бірінші бірліктерді көбейтіп аламыз. 3 пен 2-ні көбейтеміз, 6 шығады. Енді ондықтарды көбейтеміз. 4 пен 2-нің көбейтіндісі 8, ондықтың астына жазылады балалар мәнінде. Және енді жүздік 1 мен 2-ні көбейтеміз, 2 шығады. Демек 286. Сол сияқты балалар екінші тапсырманында баған түрінде орындаймыз. Мысалы біріншісінде 142 мен 2-нің көбейтіндісі. Әуелі артынан бастап бірлікті бірлікке көбейтеміз, 2-ні 2-ге көбейтеміз. Содан кейін ондықты бірлікке көбейтеміз, 4 пен 2-нің көбейтіндісі және жүздік 1 мен 2-нің көбейтіндісі. Келесі, үшінші тапсырма балалар. Мәтін есеп берген бізде оқулықта 54-ші бетте. 19 ғасырда қазақтың тұңғыш ашылған мектептерінде бар жоғы 211 қыз болған. Бұл ұлдарға қарағанда 4 есе кем. Алғашқы мектепте барлығы қанша оқушы болған? Есеп балалар 2 амалмен шығарылады. Себебі бірінші мында есепте 211 мен 4-ті көбейтіп алған себебіміз, біз бұл жерде тек ұлды есептеп таптық. Енді ұлдарға қыздардың санын қосамыз 211-ді. Сонда барлығы алғашқы мектепте 1055 оқушы болған. Келесі 4-ші есепке қарайық. Мәнерлеп оқудан өткізілетін байқауға 48 ұл және 36 қыз қатысты. Оларды әрқайсысы 4 топқа бөлді. Барлығы қанша топ болды? Бұнда да балалар есепті 2 амалмен шығарамыз. Бірінші мынадай қылып жақша ішіне ұл мен қыздың санын қосып 4-ке бөлуге болады. Немесе әрқайсысын жеке-жеке есептеп қарауға. Мысалы, бұл жерде 48 ұл ма? 48-ді 4-ке көбейтіп аламыз. 12, 36-ны 4-ке бөлеміз 9. 12 мен 9-ның қосындысы 21-ге тең. Бұлайда немесе екінші тәсілі жеке-жеке бөліп шығаруға болады. Оқушылар, ары қарай 5-ші тапсырмаға қараймыз. 5-ші тапсырмада біздерге амалдардың орындалу реті берілген. Оны бағындап есептеп, мәнін жазамыз. Біз балалар білеміз, егер 4 амал есеп келсе, яғни ішінде көбейту, қосу, азайту барлығы кездессе, біз әуелі бөлу амалынан бастап орындаймыз. Бірінші бөлу амалы, содан кейін көбейту амалы жүреді. Ал егер жақша кездессе, біз әуелі бөлу көбейту емес, ең бірінші біз жақшаны орындаламыз балалар. Олай болса 5-ші есепке қарайық балалар. Бірінші біз жақшаны орындаймыз. 12 мен 21-дің қосындысы 33-ке тең. Екінші амал бұл жерде көбейту жүреді. 33 пен 3-тің көбейтіндісі 99. Содан кейін ең соңғы амал бұл жерде қосу жүреді. Енді 5-ші тапсырманың екіншісінде әуелі көбейтулерді орындап аламыз. Бірінші мысалы 213 пен 3-ті көбейтіп аламыз. Сосын 122 мен 3-ті көбейтіп аламыз.
мәндерін азайтамыз. Сонда 273 шығады. Ал 5-ші тапсырманың 3-шісінде әуелі көбейту амалы, содан соң қосу амалы өздеріңіз білетіндей. Ал 4-шісінде жақша, бірақ жақшаның ішінде әуелі көбейту амалы, содан соң азайту. Мысалы, балалар, біріншісінде 113 пен 3-тің көбейтіндісі бұл жерде 339. 401-ден 339-ның айырмасы 62-ге тең. 62 мен 214-тің қосындысы 276-ға. Бұл амалдар реті сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын, балалар. Жаңа сабақ түсінікті болған болса, сау болыңыздар.